жара болып кетеді. Қалай іздедіңіздер бұны? іздегенім жоқ, өзі шықты, сонан көрдім. Сізді ғана шығып жатыр ма қазір? Анау кішкентай немеремнің де үсті қызарып жүр. Соны шаққан. Басқалар ешқайсысын шаққан жоқ. Өріп жүрген жоқ. Кеше ғана көре бастадыңыздар ма? Көтерілмейді, осылай тұрады. Жоқ, көтерілмейді. Көтерілмейді. Шықса иә ішінен осы кезде. Толып жатыр ғой міне. Толып жатыр. Қараңыз. Мама. Үйден қара екеу. Біреу деп қойыңыз. Арасында жүр ғой. Мені қарасаңыз, бері қарайыңыз, міне біреу деп қойыңыз. Арасында жүр. Міне мынау жүгіріп жатыр. Төртеу тұр. Ойбай, көп екен. Бір ашқанда осылай көрініп жатса. Айттым ғой сондай бар, осының ішіндегі. Не деп болса. Кімді шақса да әбден жепті ғой. Кімді шақты? Мен ғой жатып жүрдім. Сізді шаға ма? Сіз сезіп жүрсіз ба осыны? Бар екен. Бұл әже жатады ма сосын ғой? Әже бар. Жаным. Қанға тойып алған. Сіздің қаныңыз бұл? Сіздің қаныңыз дейтін ол. Ішіндегі қаннан бар. Енді болады ғой сондай. Мынаның бәрін істейсіз ғой, сосын бәрін нетесіз ғой, енді мына балам қасыңда болады енді. Сатып алдық қой жаңада. Қашан сатып алдыңыздар? Біраз болды, бірақ бұны сатып алғанымызға. Жәте шығып баратыр. Немен келу керек өзі негізі? Мынау үші апа беркеңіз, мына аппақтың бәрі соның жұмыртқасы. Мыналар, осылардың бәрі бір-бір қандала ғой. Мына камерадан көрсеңіз әдемі көрініп тұр. Бұлайынша кішкентайда көздеріңіз көрмейді. Көзіміз көрмейді. Мынау кішкентай жүр, міне. Мынау үлкені. Нағара. Мынау аппақтың бәрі осылардың жұмыртқалары. Жұмыртқа тұстан. Бұны аты не деп айтады? Осының бәрі бір-бір қандала осылады. Қандала дей ма? Қандала ғой. Білмейсіздер ма қандаланы? Бірінші рет көрдім, қандала деген нәрсе. Білмеген жақсы негізі. Бүкіл солай айтады. Бұл диванды қайдан алдыңыздар? Магазиннен алдық қой. Новый алдыңыз, Қай магазиннен алдыңыз? Қай магазиннен алдыңыз? Бекшанқайдан. Қанша уақыт болды бұл диван келген? Мынан бәрін ашып. Қанша уақыт келді? Ашып улайсыз ғой, жеге. Жастықтарды, Айбай, көбейіп кетті. Міне осы біреу екеу деп шағылған квартира. Біреу екеу ғана қалған диванды новыйдан сатып алған. Мына жерде жұмыртқасы. Аппақ жаңа болған еді. Міне мынаның бәрі жұмыртқасы. Осының бәрі әр қайсысы бір-бір қандала. Бұл мына диванның спинкасы ғой. Бұл ана жерде тұрады. Осылай қимылсыз жата береді. Асығы келгенше жатады. Осы адамның киіммен көшіп бір жаққа кетпейді. Сіз дұрыс дәрілемей жатқаннан кейін олар қашады, мына диванды тастап басқа жақтарға. Міне мына тігісіне деген осы арасына жұмыртқа қалдырған. Аппақтың бәрі жұмыртқа, сарылары солардың балалары. Міне тігісін бойлай. Осы жерге тағылып тұрған жері ғой. Өзінің бойы жетсе болды. Сол жерге тағылып, сонда жұмыртқалайды. Мыналар бағана көрген жоқпыз біз. Көрінген жоқ. Мына фонарды жағып, мына нені камераны үлкейткеннен кейін барып көріп жатырмыз. Не жүгіріп жатыр? Балалары. Не нәрсені жүгіріп баратқан? Анау қандаланың баласы әлі не жемеген, қан ішпеген, сосын осындай свет осындай алып тұр. Қандаладан тез жүгіріп жатыр.
қанды аз жеген екен бұл. Мыналар тойып алған. Екеуі де қандалы, бірақ түстері екі түрлі. Мынаның бәрі жұмыртқалаған. Мынаның талып тұрған қарайсыз. Мына бұрышқа келіп талып тұрған. Қанша отыр мына жерде міне. Үшеуі бірдей тұр. Енді дәрі шашып, дәрінің күшін көреміз қандай болатынын. Мінекей біздің аппаратымыз. Дәрі блокада антиклоп. Дәріге түсті. Осылай тігістеріне бастап шашамыз диванды. Бірінші қандала. Бірінші дәріге түскен қандала міне. Жағдай қандай болып отыр. Міне. Неғылды жағдайына не болды міне. Өлмеді ме? Өлмеді ме? Міне, өлді. Қимылдамайтын шамасы болмай жатыр. Осылай әсер етеді. Міне мына жердегі дәтімен. Қашып жүрген жер қашамай қалды. Көп уақытта кеткен жоқ. Мыналар да солай болады міне. Дәрі тимегені құтырып жүре көрдіңіз. Болды, ол жақтан шықпайды енді ол. Диванның бетінде болған жоқ. Диванның міне диванды құлатып тастағанбыз міне. Төңкеріп тастағанбыз. Ол дивандар төңкергенде осының астында болады. Мынау да жүр. Жаңадай қашып жүреді. Дәрі шашылған соң қайта қалды. Жүгіріп жүрген қандаламыздар қатып қалды. Тігісінде. Неге тимей қалған қарасаңыз, мен асты құрақ болып та дәрі тиген жоқ. Ай, өткен жоқ та бері қарай. Дәрі тиеді, сосын көреміз қазір тексейін. Тиді. Жүгіресің ба енді? Қашпайды. Қашуға шамасы келмей ма, оған дәрі әсер етіп жатыр. Ал дәрі тимесе, ол қашатын еді.
шамасы жоқ. Жүгіретін де шамасы жоқ. Міне. Осылай әсер етеді аяқтары. Көрдіңіз бе аяқтары қандай қылып ұзын. Қайсысымен шығады. Осылай аяғы аспанға келеді өлген кезде. Аяғы аспанға келді ме өлді деген сөз ол. Қатып қалды. Қатып тастатқан. Иісі де жоқ, дәрі сондай жақсы. Лакат антиклоп қалай пайдаланамыз бізде? Бар. YouTube каналда. Бірінші тегенді қандала. Жағдайы қиын болып отыр. Осылай дәрінің әсерінен өледі. Айландырып, тігістерін дәрлеп шықтық бірінші. Енді мына ортасына қоя береміз. Мынау тесіктерді сапасының диванның. Шыға қашып кетпесін былай шешіп қоямыз. Сосын басқа диван дәрлейміз. Келесі ана диван дәрлеп келген соң арғы бетін дәрлейміз. Оған дейін мынау дәрі диванға сіңіп тұрады да. Осылай өледі. Бағанағы жердегі қандалалар. Мына жерде жаңа көп қандала болған. Мынау өліп жатыр. Дәрінің әсерінен қимылдамай. Мына жерде қирап жатыр. Өлі қимылдай алмай. Біреу тұр тағы да. Қайда кетті? Міне. Біреу емес, бірнешеуін қирап тастады ғой. Қалай өлмейді деп айтасыздар да. Өлмейді екен деп қалай айтасыңдар. Қырылып жатыр. Мен ана диванның спинкасында дейміз. Қашып баратыр. Қашып шығуға шамасы келмей қалды. Жұмыртқасы көп. Қай бетін еді? Жұмыртқа дегенді толтырып тастап мына бір шетіне. Сарылар. Балалары уже жұмыртқадан шығып алғанда олар аяқ қолы пайда болып қалған уже. Мынау ақтары әлі уақыт бар. Осылай бірінші қандала көп тұрған жерлерді дәрлеп аламыз.
Біз қозғалтып жатқанда жан жаққа қашып кетпес үшін. Мынау келесі жағы. Диванды басын дәрлеп тастадық бетін. Енді мына диванды төңкереміз. Осының табанында көп болу керек еді. Мынандай жерде көп болғанда, мынада тем более көп болады. Мінекей диван төңкеріп тастадық. Өзіміз ойлағандай міне көрініп тұр, көрмей қалу мүмкін емес. Жұмыртқалары үйіп қойыпты бір жерге. Барлық жерде толып отыр. Мынау түсі басқаша қандалып жүр. Мына жұмыртқадан енді пайда болып отыр екен. Енді ана аяғын дәрлейміз, сосын вообще дәрлейміз. Міне бұлда да сондай көп. Түсініп ма қақта жүргендерін? Не деген? Атасы ма не білеміз? Мәссаған. Бүгін ғана білген. Осы уақытқа дейін білмеген. Өзі асықпай, спокойно көбейген. Мені бірінші осында жерде дәрлеп алдық. Тігісін дәрледік. Мына жерлер бір-біріне қосылған жерлер. Енді мына диван тұрған орынды дәрлеп аламыз. Мына күлін тұстарды дәрлейміз. Диванды құлатамыз да бетін дәрлейміз. Мына бетін дәрлеп аламыз. Мына беті қазір ар жақта қалып қалды, сол үшін ар жақта дәрлеп аламыз. Ар жақта
басатын жақтарын бәрін дәлдейміз. Осындай дивандардан да кетіреміз, өте көп болса да. Өйткені барлық жері доступный. Даже темірдің арасына да кіріп алыпты ғой. Уже жұмыртқалайтын жер қалмай қалғанда. Бір кісілер осыны көреді де әр нәрседен шашады, ютубтан көреді, әр жақтан. Содан кейін ол бүкіл квартираға жайылып кетеді. Вот кетпей жататын жағдайлар сол. Не дейді, ыстық су құй дейді біреу. Диванға кәсіне ыстық су құйып жатсаңыз, қалғанын басқа жаққа қашпайды екен. Қазір дәлегенде де бұл басқа жаққа қашып жатыр. Біз байқап жатқан жоқпыз оны. Енді диванды тұрғызамыз. Негізі мына басы шешіледі. Шешіледі, значит, бұның арасына да кіре алады. Бұны шешіп бөлек дәрлеу керек. Міне, шешіп алдық. Енді осылардың арасын дәрлейміз. Міне, шешпегенде көрдіңіз бе, мына жақта жұмыртқаларын қалдырып кетті. Осы жұмыртқасы қалып қалатын еді, бірнеше уақыттан кейін шығатын еді. Жұмыртқалар өздері байқалмайды. Міне деді ма? Диванды дәрлеп болайын деп қойдық. Енді мына басын шешіп осы басын дәрлейміз. Мына екінші шетінде шештік. Енді көріп тұрсыздар ғой, ә? Айфоннан әдемі көрінеді екен шығар. Міне, ойбай, толып алыпты біратыға. Міне, мынаны шешпесе қазір осы қалып қалатын еді. Диваны адамдар неге кетіре алмайды. Диванды толық барлық жеріне дәрі жету керек. Здесь надо жетеді.
шығамыз. Ағашты айналдырып тоже дәрілейміз. Міне осылай дәрілеп болдық. Енді мына диванды орнына қоямыз. Міне мыналарды дәрілеп біттік. Енді мынаны орнына қоямыз. Осының беті дәріленген жоғы. Және бағанағы қандаларды тексереміз, қандай болады жағдайлар. Міне қимылдамайды. Диван толық дәріленіп бітті. Егер диванды тексеріп көресіз, дәріледіңіз бе, дәрілемедіңіз бе? Мына жер сол болып тұр, дәріленген, дәріленген, дәріленген. Енді диванды дәрілейміз, кремді дәрілеп алып, одан кейін төсектерді бір бөліп салып дәрілейміз. Ондай көрпені қалай дәрлейді деген бізде осы ютубта не бар, көрпелерді қалай дәрлейтініміз. Ютуб каналда, осы ютуб каналда бар видеолар, соны көрсеңіздер болады. Және мынандай стульчиктерді ұмытпаймыз. Именно диванның астында тұр. Бұда көрінбеуі мүмкін. Бірақ сонда да мягкий жерлер бар. Сол жерлерге жұмыртқалайды. Сол үшін бұл стульчиктердің астында, үстінде дәрілейміз.